Hoş geldinizler. Бүгінгі 20 жылдыққа мен не деймін, бүгін толғап отырмын шынында да. Жаңа кіріп келген кезде бәрі көзіне қарадым да, сөйтсем ешқайсысы өзгермеген, көздері сол бәрі оқушылардың, балалардың да, қыздардың да, жаңағыдай мектепте жүрген кезде жүгіріп алдына шығатын еді, көздері маған қарап, апай, ана бүйтті, мына бүйтті, бәрі солай жасайтын ғой. Сол көз алдыма келді. Міне мен қуанып отырмын бүгін сендерге осындай не дейді, көрікті, сымбатты, сыпайы, не дейді, жұбайларына құрметті көрсететін ол қыздар болғанына өте қуанып отырмын. Міне енді сендер қандай не дейді, керемет жан болғаннан кейін жаңағыдай апай келін сәлем салдырып жатыр ғой, келін балалардың барлығы көздерінен нұры төгіліп, бір сымбатты көрінісі, бір әдемі, сұлу қыздар алған екенсіңдер. Көрдіңдер ма? Барлықтар иіліп сәлем сабады. Көп жасаңдар, бақытты болыңдар, бай дәулетті болыңдар, ауырмаңдар, өсіңдер, өніңдер, көбейіңдер. Және Құда қаласа осындай қалпыларында, Құда қаласа қыр жылықтарында, осы қалпындағы барлықтан төрт көзін түгел бір кездесе беріңдер. Міне жаңа апайларды көріп қуанып отырмын ғой, апайларым ешқайсы өзгермеген. Міне Ардақ апайымыз қандай сұлу, сол неше жыл болса да, міне Нели Сәуле апайымыз, Толқын апайымыз, Осын апайымыз, сол қалай болса сол қалпында. Мен осы кісілерді көріп қуанып отырмын да, қандай болып, әдемі болып, бүгін күшті керемет кеш болып жатыр. Бәріміз көріп бір-бірімізді қуанып отырмыз. Бақытты болыңдар. Не деймін енді? Сендерді небере көріңдер, Құда қаласа, сосын шебере көріңдер, ата болыңдар, апа болыңдар. Жаңа енді бір айтып кетейін да, Шолпанқызым звондады ғой маған, сөйтіп сөйледі, анау деп, сол кезде барлық дүние, бұрынғы кездерім бір көз алдыма келді. Қайтадан бұрынғы әлемге барып келдім ғой, әрбіреулерін естеріме алдым, ағайды еске алдым, өткірді еске алдым. Барлықтан еске алып өттім да, жаңағыдай Шолпан жүгіріп алдыма шығып, бәрін айтатын еді маған, бүйт, апай, бүйт, сол сияқты. Және бүгін да көрді, жүгіріп келіп, апай, барлықтан сол қалпында да өзгермегенсіңдер. Және айтам, бақытты болыңдар, ауырмаңдар. Және айтам, төрт көзің көл болып, 40 жылда осы қалпында бәріміз кездесейік, Құда қаласа. Енді барлық сөзіне екі ұстаздарым сынып жетекшілеріне айтып қойды. Мен енді айтпаған басқа сөздерді айтып кетейін сіздерге. Өмірде ешқашан асықпаңдар. Екі құрдастары, кластастарың өмірден өтіп отыр. Соларды бір еске аламыз да, бірақ өмірден үшеуімен өмірден асықпаңдар. Өмір деген бұл теңіз, біздің география тілінде айтқанда мұхит дейді. Сол суынан қосылып аға беріңдер. Тасса тасыңдар, саяз болса саяз болыңдар. Бәріңе таудай талап бергенше бармақтай бақыт берсін. Бақытты болыңдар, семьяларда өсіңдер, өніңдер, тапқан ақшаларын тек қана алау жолынан тауып отыра беріңдер. Бір-біріңді ақшасына қарап бағаламаңдар. Ең сұлу адам қандай адам дейді? Ең сұлу адам ол жүрегі таза адам. Жүректерің таза болсын. Сендерді ешқайсыларыңды Құдай кемсітпесін. Теңдерінен кем болмаңдар. Барлық тойларыңды да, жақсылықтарыңда, жамандықтарыңда бір-бірімен достасып жүре беріңдер. Өмір бойы бірге өстіп, тойлап жүрулер сендерге нәсіп ете берсін. Бәріңе денсаулық тілеймін, ұзақ өмір тілеймін, бақыт тілеймін. Кеш жарық қадірлі оқушылар, міне сендерге қарап қартайғанымды мойындадым. Әрине 8-ші мектепте 18 жасқа толғанына неше жыл болды деп есептеп жүрсем, оны қателескен екенмін. Міне кеше ғана оқыған оқушыларымыз, міне мектепті бітіргеніне 20 жыл болып, сендердің перзенттерің мектеп табалдырығын аттап, оларды оқытып жүрміз. Олар бізге әрқашан немере. Не деймін, дендерің сау болсын, ауылға берген не деймін, құдайларың, Өзбекстанда тұрамыз ғой, Яқсан деп қояйны, ниеттерің қабыл болсын. Міне мектептен өткен, мектептің іргетасын қалаған Қалдыхан ағай, Искандер ағайлардың, олардың әрқашан аруақтары сендерді қолдап қуаттасын. Иван ағайға үлкен күш қуат тілейміз.
Абзал ағай барлықтарының аттарыңды шығарып, қашанда қазақ мектебінің директоры қазақтарды бола берсін. Дендерің сау болсын. Мына қарап тұрсам бәрі әдемісіңдер, жаңа апайлар айтты. Сендердің әдеміліктерің, жігіттердің әдеміліктері келіндердің арқасында. Дұрыс па? Келіндердің әдеміліктері біздің оқушыларымыздың арқасында. Содан 8-ші мектептің келіндеріне де айтамын. Біздің оқушылар сендерді алғанда Құдайға шүкір деңдер деп. Осындай біздің жігіттердің назарына түсіп, ауылдың келіні болып жүргендеріне үлкен рахмет. Көп жасаңдар, дендерің сау болсын, перзенттерінің қызығын көріп, ата әже болып, қыр жылдықта, жақсылықта кездесе берейік. Тапқан табыстарын тек қана жақсылыққа берсін. Толықтай айтпаймын, айтып қояйын, жаратпай сендер ескеріңдер. Мына биылғы 88-ші жылдар ең қасиетті мұсылмандар үшін жер болған мазарда. Қақпас деді мектепке, қорас деді, қораның бері беті ауыл, арғы беті мектеп. Бірақ екі жақта тыныштықта, ынтымақта жүре берсін. Дұрыс па? Рахмет үлкен. Табыстарыңа береке берсін. Ұстаздар өте тамаша сөздер айтты, маған қамат ұқсайды. Білмеймін, енді жүрегіңізден іздейміз, не сөйледіңіз. Неде мына кеш жарық қадірлі ұстаздар, мына 20 жылдық түлектеріміз, мына апайлар, Ұлғызын апай, Ділар апай, мына бүгінгі жеңістеріңіз сіздердің құтты болсын. Соның ана күріштің арқасынан күрмек суы шықты дегенде, бізді енді еңбегіміз сәл сіңген екен, шақырып, қадірлі қонақтарың болып отырмыз. Рахмет.